келешектер. Үркек добы бола тұра ата-анасынан жаңа доп сатып әперуін сұрады. Бірақ анасы көжегіне доптың орнына кітап алып беретінін айтты. Ескі добымен де ойнауға болатынын түсіндіргісі келді. Бірақ бұған қырсыққан үркек орман жаққа өкпелеп кетіп қалды. Алан! 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 Ей, сен кімсің? Ей, сен кімсің? Ей, сен кімсің? Мен үркекпін. Мен үркекпін. Жоқ, мен үркек. Жоқ, мен үркек. Ой, бұл кім болды екен? Мұнда тағы бір үркек бар ма? Үркек, сен бісің? Тух, зәремді ұшырдың ғой. Сен кімне тығылып отсың, үркек? Мұнда біреу бар. Дыбысыңды шығарма. Мұнда екеумізден басқа ешкім жоқ. Жоқ, Алан. Тағы бір үркек менімен жарысып айғайлайды. Қойшы сенде, қайдағы тағы бір үркек? Жүр, сенбесең көрсетейін. Ей, кім бар? Ей, кім бар? Кім бар? Әне, естідің бе? Дауысы қандай қорқынышты. Қойшыма, үркек. Үркек, бұл жаңғырық қой. Жаңғырық деген не? Жаңғырық тау ішіндегі құбылыс. Сен айғайласаң, ол сені қайталайды. Үркек! 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 Алан! Үркек! Алан! Үркек! Алан, білесің бе? Ата-анам маған жаңа доп сатып алмай қойды. Сосын мен үйден кетіп қалдым. Сенің добың бар емес пе? Менің жаңасын алғым келеді. Үркек, сенікі дұрыс емес. Бұлай қырсығуға болмайды. Қазір сен ата-анаң іздеп, уайымдап жатқан болар. Иә, дұрыс айтасың, Алан. Мен ата-анамды ренжіттім. Үйге барып олардан кешірім сұрайын.
Достар, естеріңде болсын. Қырсығу жақсы қасиет емес. Жаңа ойыншыққа бола ата-аналарыңды ренжітуге болмайды, балалар. Бұл оқиға сендерге де сабақ болсын.